Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен ауыл тынысы арнасы. Бүгінгі күн сенбі. Бүгін видео салайын дедім. Мынау біздің жылқымыз, қойға мінетін. Мынау ешегіміз. Бүгін сенбі күні 27 желтоқсан 2025 жылы. Мына жерден қойларға шөп шашып қойдық. Қазір қойлар өрістен келе жатыр, соларға арнап осыны түнге шейін осыны жеп, сосын қораларына кіргізетін боламыз. Осы қыста көктемге дейін осылай шөп шашамыз. Сосын көктемде фазендаға кетеміз. Фазендадан қайтып одан кейін күздің аяқ жағына қарай фазендадан келеміз. Мына шөбіміз басталды уже шөп беру. Мына жақта 1000 пресс жоңашқа, мына жақта 300 пресстей сабан етін. Ана жақта иттеріміз осы қойларды күзетеді. Бұлар бойцовый иттер ғой. Мына жақта екінші жатыр. Мына мен анау екінші ит, екеуі ұяластар. Мынау қазір қой келетін жерге шығып баратырмын. Қойдың алдынан. Ол қойларды ар жақта келе жатыр екен. Қазір қойларды күтіп аламыз. Көктемде фазендаға кетеміз. Сол кезде фазенданы да түсіретін боламын. Фазенданы түсірем. Барынша тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, қолдап. Қазақты қазақ қолдамағанда кім қолдайды деп айтады. Ана жақта негізі осы ауылда ар жақта көшеде тұратын ағамыз бар. Ол осы қойды ақшаға мал бағады. Айлығын беріп отырамыз. Осы қыстың 3 айында сол ағамыз бағады. Одан кейін фазендаға барамыз. Фазендада күзге дейін жүреді. Ағамыз 3 күнге демалысқа Алматыға кеткен. 3 күн өзіміз бақтық. Бүгін баласы шығыпты. Қойға өзі ертең шығатын шығар. Қазір қойлардан шөп жеген түсіретін боламын. Міне қойларымыз да келді. Кетіп баратыр. Мына жақта бәрі өзіміздікі емес, жартысы ағамыздың малы етін. Осы биыл бізге қосты. Үйден қора соққансын. Олар өздері еркек тоқтыларды үйіне апарып бордақылап жатыр. Өзінің баласы бар. Маған аға болып келеді. Ол 2002 жылғы. Осы қойлар. Қошқар қосып қойдық. Октябрьдің ортасында қостық. Ноябрьдің бас жағына қарай бөліп алдық. Уже текелерді қосып қойдық. Текелерді бөлінді. Қазір осы жақта бір ешкі мен қойды қосқанда 400-ге жуықтай мал бар ғой. Осы еркектерін жылда сатып отырамыз, қысып тастаймыз көктем. Жазға қарай қысып тастаймыз қозылар. Сол қазір тағы түсіретін боламын. Қойлар келді, шөптерін жеп қойды же. Осы үйістіп бір-екі сағат осы жақта жатады, сонымен қораларына кіреді ғой. Күнделікті осы кешке дейін, азаннан кешке дейін жайылып келеді өрісте. Сосын кешке осы жаққа келіп 5-6 пресс шөп шашып қоямыз. Сол лақтарын. Бұларды қыстақып қаламыз, кішкентай лақтарды. Бұлар әйтсе қардан іле самайды. Біз мына жерде сиырларды да түсіре салайын. Мынаны алдын жауып қойғам, қойлар кіріп кетпесін деп. Сиырлардың аяқта іші қараңғы болып тұр. Кейінірек түсіреміз. Мына аяқта тағы сиырлар бар. Қазір бордақыларды көрсетіп жіберейін. Мынау бағанағы жылқымыз. Көрінбейді екен.
Мына жақта бордақ тоқтылар тұр. Мына жақта екі күшік жатыр. Осы қойдың ішіне жатады. Фонарик жанбай тұр, телефонның зарядкасы аз болғандықтан. Мен бұны ертең өз бөліп түсірем тағы. Сол ана жақта тауықтар. Мынау 1 жасар, бұл да бойцовый. Сол арнаға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Осы бүгінгі видеомыз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар және сау болыңыздар.